Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз өте оңай әрі өте тез дайындалатын, өте дәмді брауни печеньесін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Бізге керекті заттар ұн және шоколад, содан соң сары май, бір жұмыртқа, қамыр қопсытқыш және шекер керек болады. Ең алдымен біз ыдысымызға шоколад пен сары майды саламыз да, қысқа толқынды пеште немесе су моншасында ерітіп алсақ болады. Ерітіп алғаннан соң жақсылап тұрып біріктіріп, араластырып алатын боламыз. Міне осылай араластырып дайындап қоямыз. Содан соң басқа ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз да, оның үстіне шекерді салып, екеуін жақсылап тұрып, миксердің көмегімен аппақ көбік пайда болғанша миксерлеп алатын боламыз. Міне осылай аппақ болғаннан соң үстіне жаңағы шоколад пен сары майымызды араластырып дайындап қойдық. Соны қосамыз. Содан соң жақсылап тұрып миксердің көмегімен бір араластырып алатын боламыз. Бұл жерде шоколад пен сары майды тым ыстық күйінде құюға болмайды. Міне бізде осындай шоколадты масса пайда болады. Енді осының үстіне құрғақ ингредиенттерімізді салатын боламыз. Ол үшін ұн мен қамыр қопсытқышты араластырып аламыз да, міндетті түрде електің көмегімен өткізіп, жақсылап 2-3 бөлікке бөле отырып, қамыр пайда қылатын боламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Және де менің каналымнан өте оңай дайындалатын рецептерді таба аласыздар. Міне біздің брауни печеньеміздің қамыры осылай қою болып шығады, бірақ та қатты қамыр болмайды. Және осындай шай қасықтың көмегімен салып, арасын алшақ етіп қоямыз да, осылай барлығын қойып шығатын боламыз. Арасын жабыстырып қоймаңыздар, өйткені қазір печеньелеріміз піскен кезде жайылатын болады. Және печеньелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне осылайша біздің печеньелеріміз өте оп-оңай болып дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Печеньенің иісі бүкіл үйді алады десем де болады. Шоколадтың иісі әдем болып шығып тұрады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте оңай болып жасалады. Және таңғы асқа жасап жіберсеңіздер де болады. Міндетті түрде дайындаңыздар. Бұл менің ең сүйікті печеньелерімнің бірі болды десем де болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан. Барлықтарыңызға сәттілік.